Шығай ханның ұлы Тәуекел қазақтың 10-шы ханы болды. 1582-1598 жылдар аралығында билікте болды. Тәуекелдің алдында болған Қасым және Хақназар хандардың тұсында қазақтар Ноғай ордасы мен Моғолстанның бір бөлігін қосып алған болатын. Хақназар хан өзбектердің алауыздығын пайдаланып, қазақтардың мүддесіне тиімді қолдана білді. Дегенмен Баба Сұлтан жіберген жендеттер ханды қапыда өлтіріп кеткен болатын. Шығай ханнан кейін билікке келген Тәуекел Сұлтан Қызу ханды өте ержүректігімен қазақ даласына аты шыққан. Таққа келмей тұрып Тәуекел 1556 жылы Жоңғарияға шабуыл жасап, жаулап алып інісін қалмақ тағына отырғызып кетті. Мәскеуге жіберген қазақ елшілерінің хатында Тәуекел сұлтан қазақ пен қалмақтың ханы деп келтіреді. Өкінішке орай біздің тарихымызда жоңғарлардың қазаққа бодан болған кезеңі жайлы тиісті деңгейде айтылмайды. Хақназар ханға жендеттер жіберіп өлтірген Баба Сұлтанды ойсырата жеңіп басын шауып дүние мүлкін тартып алды. 1582 жылы Шығай хан қайтыс болып, Тәуекел таққа келе салысымен өте белсенді әскери жорықтарын бастап кетті. Тәуекел сол кезеңде шығып жатқан мылтық, зеңбірек сынды қаруларға қызығып, Мәскеуден оқ қару жасайтын шеберлерді жіберуді өтінді. Бірақ орыстар жайдан жай қару сатпаймыз және үйретпейміз, тек біздің боданымыз болуға келіссеңдер, бұл ұсынысты қабылдаймыз деп шарт қойды. Әрине Тәуекел орыстарды мойындаудан бас тартты. Бұрындары Баба Сұлтанмен жауласуына байланысты қазақтармен одақтас болып келген Абдулла ханның нашар ойын байқап қалған Тәуекел оған жақындамастан тез арада өз еліне оралды. Жәнібек пен Керейден бастап қазақтар мен өзбектер сыр бойындағы қалалар үшін үнемі соғысып тұратын. Ноғай мен Жоңғарды басып алып, Моғолстанды вассалдыққа түсірген қазақтар енді бар күшін бұрыннан базалап келе жатқан өзбектерге қарсы жұмылдырды. Абдулла хан Тәуекелді жақсы таныса да, күшін лайықты түрде бағаламады және үлкен соғыс болады деп ойламады. Тәуекел қазақтардың оңтүстік шекарасын толық қауіпсіз ету мақсатында 1598 жылы өзбек жерлеріне басып кіріп, Ташкент пен Самарқанд маңында Шайбанид әскерін күйрете жеңді. Шайбанидтерге көмекке Гераттан әскер жетіп келді. Тәуекел орайлы сәтті күтіп шегініп кетті. Кенеттен Бұхар ханы мен оның ұлы қайтыс болды. Тәуекел 100 мың қазақ әскерімен қайтадан басып кіріп, аз ғана уақыттың ішінде Ташкент, Самарқанд, Ақси, Әндіжан, Монши, Ферғана сынды маңызды қалаларын жаулап алды. Өзбек жауынгерлері ірі бекініс Бұхараға келіп жасырынды. Бұхара өте берік қала болатын. Биліктегілер қазақтармен ашық далада соғысу қауіпті, бекіністі қорғап отыруымыз керек деп шешім қабылдады. Тәуекел ханның кеңесшілері өзбектерден ешнәрсе қалмады, біз олардың шаруасын бітіріп, мол жалдық, енді елге қайту керек деп жатты. Бірақ алған бетінен қайтпайтын Қайсар хан, мен оларды толық бағындырмайынша көңілім тынышталмайды деп алған бетінен қайтпады. Інісі Есім Сұлтанды 20 мың әскермен жаулап алған жерлерді қорғау үшін Самарқандта қалдырып, өзі 80 мың әскермен Бұхараға аттанды. Қазақтар Бұхараны 20 күн қоршады. Қамал шынымен өте берік болып, оны алу мүмкін болмады. Есім Сұлтан ашуланып Тәуекелге көмекке келмекші болды. Тәуекел өзбектерді алдап Қамалдан шығару үшін шегініп кетті. Бұхарлықтар жаулап алған жерді қайтарамыз деп қазақтарды қуа жөнелді. Ұзын Сақал деген жерде қазақ-өзбек әскері кездесіп жойқын соғыс болды. Екі жақта өліспей, беріспей бар күшін салды. Кейбір деректерде бұл соғыс бір ай бойы созылған делінеді. Дегенмен ұшып келген садақ оғынан Тәуекел хан ауыр жарақат алып, қазақтар оны дереу Ташкентке алып кетті. Көп ұзамай Тәуекел хан бар болғаны 36 жасында қайтыс болды. Уәзірлер осы жаулап алған жерлеріміз жетеді деп өзбектермен бейбіт келісімге отырып, кейін қайтты. Тарихшылар, егер қазақтар Бұхараны алғанда өзбектерді Ноғай мен Моғолды сіңіргендей сіңіріп алар еді дейді. Себебі қазақтар ол кезде өзбектерден бірнеше есе көп болатын. Тәуекел хан қайтыс болған соң таққа халық арасында Еңсегей бойлы Ересім деген атпен белгілі Есім хан келді. Қорытындылап айтқанда, Тәуекел ханның билігі тұсында қазақ хандығы Жоңғарияны және шаруасы біткен Сібір хандығының бір бөлігін және көптеген өзбек жерлерін өзіне қосып алып, Шайбанид әулетінің түбіне жетті. Бұхар хандығына жаңадан Аштарханид деген әулет билікке келді. Тәуекел хан жаулап берген көптеген жерлерді қазақтар 20 ғасырдың басына дейін иелігіне ұстады. Кейіннен орыстар Қарақалпақстанды Ташкентпен қоса өзбектерге қайтарып берді. Құрметті көрермен, видеоны достарыңызға таратсаңыздар, мен үшін сіздерден ең үлкен көмек болар еді. Әр қазақ өз тарихын білу керек.